Сәлем балақай, бүгін біздер әліппе сабағынан и дыбысы және әрпіне берілген 78-ші сабақ, екінші тапсырма сабақпен танысатын боламыз. Бұл жерде берілген тапсырмаларды бірге орындаймыз. Бүгінгі сабаққа дайынсың деген ойдамын, сондықтан сабағымызды бастаймыз. Алдымен оқуға берілген тапсырмаларды оқып шығайық. Би, ши, жи, жиын, иық, қиық, иірек, шиірек. Енді астындағы тапсырмаға қарайық. Сызбаға сәйкес 3 сөйлем құра. Бұл сызбада 2 сөзден тұратын хабарлы сөйлем берілген. Кәне бірге құрастырайық. Оқты, шиді, киізді, тоқиды, басады, шаншиды деген сөздер берілген. Кәне бірге 3 сөйлем құрастырайық. Алдымен оқты не істейді? Оқты шаншиды. Келесі шиді, тоқиды. Келесі киізді, басады. Міне осындай 3 сөйлем құрастырдық. Астында берілген тапсырма. Орнына ауыстырылған сөйлемдерден мәтін құрау қажет. Бұл 3 сөйлемнен тұратын мәтін. Алдымен оқып шығайық. Ол шыбын масамен қоректенеді. Инелік, пайдалы жәндік. Мен оның суретін салдым. Алдымен инелік, пайдалы жәндік. Ол шыбын масамен қоректенеді. Мен оның суретін салдым. Осындай 3 сөйлемнен тұратын мәтін. Келесі астындағы тапсырмаға назар аударайық. Мәнерлеп оқы, жаттап ал. Ұзын құйрық инелік, инелікке тимелік. Тікұшақты жасадық, инеліктен үйреніп. Абдрахман Асылбек. Бұл жерде суреттегі инелік туралы айтылып тұр. Келесі инеліктен әртүрлі сөздер құрастыру керек. Тек осы инелік сөзіндегі әріптерді қатыстырып. Ине. Келесі сөз елік. Келесі ел. Келесі екі. Кел. Осылай әрі қарай өзіңнің қалауың бойынша жалғастыра берсең болады. Астында итмұрын, шипалы, жидек деген сөйлем берілген. Бұл дәптерге көшіріп жазуға берілген тапсырма. Дәптерге көшірген кезде сауатты, әдемі жазуға тырыс. Келесі сабақта кездескенше, тапсырмалар түсінікті болатын болса, каналға лайк қалдыруды ұмытпа.